Қайырлы күн, қымбатты оқырмандар. Мен бүгін тағы да әйелдердің зейнет жасы туралы айтқым келеді. Себебі қазір жаңадан құрылтай құрылғалы жатыр, сайлау болғалы жатыр, бәріңіз білесіздер. Біздің әйелдердің, Қазақстан әйелдерінің зейнет жасы 58 деген әйелдер қозғалысы бар. Майкен Ертаевна Бекарыстанова бастаған. Ол кісі көп жұмыс атқарып, осы кезге дейін түрлі депутаттармен, ең соңғысы осы жылдың май айының соңында министр Ертаевпен де кездесуге бәрін өткізген еді. Сол жерде түрлі мәселелер қозғалған еді. Енді бүгінгі таңда парламент тарқап, министр де бәрі тарқап кетті. Жаңадан құрылтай құрылғалы отыр. Сол үшін осы мәселені басқаша көзқараспен қайтадан айтқым келіп отыр. Мына құрылтайдың аясында түрлі депутатқа үміткер көрсеткен жандарға неше түрлі әңгімелер шығып кетті. Оның ішінде Аша Матай, Тамара Асар сияқты ханымдарға туралы түрлі пікірлер айтылып кетті. Десе де енді әркімнің өзінің конституциялық құқығы бар. Қазақстан азаматтарының сайлануға. Осы ретте айтайын дегенім, Аша Матай ханым, енді өз атын толық аты есіме түспей тұр, және Тамара Асар ханым, егер сіздер осы аналардың осы мәселесін көтеретін болсаңыздар, әйелдердің зейнет жасы 58 деген Қазақстандағы әйелдер қозғалысының мәселесін алып соны көтеретін болсаңыздар, өздеріңізде әйелсіздер, өздеріңізде аналарыңыз бар. Егер осыны көтеретін болсаңыздар, сіздердің қолдаушыларыңыз Қазақстан бойынша миллиондап, бірнеше миллионға асып кетер еді. Өтініш, осы мәселені көтеріңіздер. Себебі біздердің енді қазір менің жасым 58-ге толып отыр биылғы жылы. Осыған дейінгі бұдан 10 жыл бұрындай біздің әпкелеріміз 58 жаста зейнетке шықты. Біздердің олардан ешқандай да бір энергиялық жағымыздан немесе осы денсаулық жағымыздан ешқандай бір артықшылығымыз жоқ. Олар көрген қиындықты біздер де көрдік. Совет заманында біздер де оқып өстік. 12-13 жасымыздан ауыл шаруашылық еңбегіне жеңілдік. 90-шы жылдардың тоқырауында еңбек етіп бастадық. Балаларымызды сол кезде өсіріп, сол кезде біздер түрлі жұмыс орындары бәрі жабылып қалған кезде, ерлердің бәрі жұмыссыз қалған кезде, әйел аналар дорбаларын арқалап базарға шығып, түрлі жылжұмыстарды атқарып, елдің экономикасын бір қалыпта ұстап қалуға өте үлкен үлес қосты. Енді осы күнде біздің жасымыз зейнетке жақындаған кезде зейнет жасы ары қарай жылжып кетіп отыр. Бір екінші мәселе, 2000-шы, 99, 98, 2000, 2005, 2006 жылға дейінгі еткен еңбегіміздің ешқайсысы қазір стажға кірмей отыр. Себебі ол жылдары зейнетақы қорына аударулар дұрыс болмаған. Жаңа есеп, налог деген жақтар өте дұрыс болмағандықтан дұрыс аударылмаған. Жылына 1 рет, жылына 2 рет аударылған. Мен үздіксіз еңбек етіп келе жатсам да, сол кездегі зейнетақы қорының дұрыс аударылмағандығынан ол жылдар стажға кірмей отыр. Сонда біз 40 жылды қайдан толтырамыз? Ол толмайды біріншіден. Осындай неше түрлі келеңсіз жағдайларға біз ғана, біздің осы менің құрдастарым 69-68 жылғы 70-71, 75-ке дейінгі солар осындай келеңсіздерге ұрынып отырмыз. Біздің ел, қоғам, үкіметтің алдында қандай жазығымыз бар? Осы мәселені көтеріңіздер. Әйелдердің зейнет жасы 58 деген қайтарыңыздар. Егер бұл туралы қандай да бір сіздерге құжат керек болса, немесе бір ақпарат керек болса, Майкен Ертаевна Бекарыстанова, Астанада ол кісі. Осы кісі арқылы алсаңыздар болады. Сіздерден өтініш, осы мәселені көтеріңіздер. Қандай да бір үміткер болсаңыздар құрылтайға, осы мәселені көтеріп шығыңыздар.